Қайырлы таң баршаңызға, қымбатты барша бауырлар. Бүгінгі күн өте тамаша. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгінгі серуен сәл кештеу болды, өйткені күн жаңбыр бізде қалада. Бір апта болды, почти. Толассыз күндіз-түні жаңбыр. Шамалы жаңбыр бәсеңдегеннен кейін мен серуенге шығып келе жатырмын. Әр арайлап атқан таң әрқашанда бақыт таңы болсын, жақсылық таңы болсын, қуаныш таңы болсын. Әр шаңырақта әрқашанда денсаулық болсын, мол несібе болсын. Таңғы ауаның қаншалықты адамның ағзасына маңыздылығын, құндылығын, денсаулыққа берер әсерін айтып жеткізу мүмкін емес. Мен ол пайдалы кеңестерді айтудан жалықпаймын, шаршамаймын. Әр таңда, әр күні таңғы серуенге шығып, ең аз дегенде жарты сағат өздеріңізге. Бұл өмірде бастысы адамның өзі ғой. Сол өзіңізге бір жарты сағат ең аз дегенде уақыт табуға болады, уақыт арнауға болады. Таңғы ауаның қаншалықты денсаулыққа пайдасы өте керемет. Айнала жап-жасыл. Ол ауаның мықтылығын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Адам оны өзі сезіну керек, өзі шығып, сол керемет тамаша ауаны жұту керек. Ол ауаның қаншалықты біздің денсаулығымызға пайдасының беретін маңызының кереметтілігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бір толассыз жаңбыр біздің қалада бір аптадан бері. Ол да енді Алланың сыйы деп ойлаймыз. Жаңбыр керек әрине. Жаңбырдан қорқып көп адамда далаға шықпаған бүгін. Жаңбыр сіркіреп жауып тұр. Әлі жауып тұр. Жаңбыр мінеки бір күп жауады, әлсін. Өте тамаша. Жаңбырлы ауа деген ол. Жаңбырлы күн өте адамға жақсы ғой. Адамның көңіл күйі көтеріледі. Қатты ыстықтан, қатты желден арасында осындай жаңбырдың болып тұрғаны өте пайдалы. Біздің әр күніміз, әр таңымыз әрқашанда шуақты болсын, берекелі болсын, дендеріңіз сау болсын. Алла тағала барлық ойымызға алған арман мақсаттарымыздың орындалуын нәсіп етсін. Әрқашанда әр таңда күліп ояныңыздар, әр таңда қуанып тұрыңыздар. Сол таңертеңгі оянған кездегі сіздердің эмоцияларыңыз, сіздердің көңіл күйлеріңіз қалай, ол сіздің сол күнге дәл солай әсері болады. Неге күліп қуанып оянбасқа да біз ең бай адамбыз. Өйткені көзіміз көреді, құлағымыз естиді, аяғымыз басылады. Барлық қуануға қажетті жағдайлардың бәрі біздің басымызда бар. Сол бар нәрсені әрқашанда қадірлейік, құрметтейік. Қолымыздағы бардың маңыздылығына көз жеткізейік. Әрдайым сіздердің денсаулықтарыңыздың мықты болуына, көңіл күйлеріңіздің көтеріңкі болуына, ешқандай ауа райының, ешқандай басқа да өмірде болатын жағдайлардың кедергісі болмауы керек. Мінеки жаңбыр жауып тұр, керемет ауа деген. Өте тамаша. Күндеріңізге сәттілік, қуаныш, жақсылық тілеймін. Әрдайым қуанып жүріңіздер, күліп жүріңіздер, жарқырап жүріңіздер. Әр адам өзінің өмірінің иесі, өмірінің
мәнді болуы, сәнді болуы, мағыналы болуы, мазмұнды болуы әркімнің өзіне байланысты. Күндеріңізге сәттілік. Мен сіздерді жақсы көремін. Ақтөбеден таңғы сәлем баршаңызға. Сәттілік. Бізде барлығы тамаша болады, бізде барлығы керемет болады. Мен сіздерді жақсы көремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де бұл өмірде басты адамның өзіңіз екеніңізді да ұмытпаңыз. Өзіңізді жақсы көріңіз. Әрқашанда өзіңізге жақсы нәрселерді алуға, пайдалануға мүмкіндік беріңіз. Барлығы өзімізден басталады. Мен сіздерді жақсы көремін. Сәттілік баршаңызға. Күн бұлт, Ақтөбеде апта болды жаңбыр. Таңдарыңыз олжалы, табысты, сәтті болсын. Баршаңызға сәттілік.